сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Біз бәріміз тағдырдың қолындағы баламыз, бірақ ананың махаббаты кейде тағдырдың өзінен де күшті болатынын ұмытпауымыз керек. Қайсар Төлегеновтің күнделігінен. Өмір кейде сыбырлап сөйлейді, кейде бар даусымен айқайлайды. Алдарыңызда шынайы оқиғаларға негізделген, адамгершіліктің кейде күтпеген жерден көрінетінін дәлелдейтін тағдырлы хикая. Шала туған сәбилерге арналған бөлімнің тып-тыныш бөлмесінде қанның өзін суытатын үн естіліп тұрды. Бұл жай ғана жылау емес, өмір үшін жалынған үн еді. Әлсіз өкпенің әрбір демі күреске, әрбір шырылы ересектер әлемінің немқұрайлығына қарсы шыққан үндеуге айналған. Медицина қызметкерлерінің немқұрайды түрде айтып салған өмір сүруге үміті жоқ деген үкімі ауада ауыр қаралы бұлттай төніп тұрды. Соған қарамастан әлсіреп қалған кішкентай сәби өлімге қарсы үнсіз қарсылығын жалғастыра берді. Желтоқсанның кеші аурухананы қою қара түнекке орап алған. Бейтарап әрі суық дәліздер елеске ұқсас көмескі жарыққа тұншығып тұрды. Төбедегі шамдар бозғылт жарықтың шағын аралдарын ғана шашатын. Жылтыр еденмен сырғанаған аурухана арбалары тыныштықты темірдің сықырлаған үнімен бұзып, соңынан антисептиктің иісін және сезілмес шарасыздықтың ауыр лебін қалдыратын. 14-ші бөлмеде Айсұлу ес-түс пен сананың арасындағы шекарада жатты. Мақта жайма мен үміттей жұқа аурухана көрпесі оның әбден әлсіреген денесін әрең жылтып тұрды. Босандыру бөлімі өзіне өзі қарама-қайшы еді. Бір жағынан ойың адасып кетердей кең, екінші жағынан тынысыңды тарылтатын ауыр қысым сезілетін. Айсұлу төбедегі өңі қашқан сұрғылт түске, қалыпты аурухана жиһазына, шеті қажалған тумбаға, терезе түбінде ұзақ күткен адамдардың қолынан жылтырап кеткен темір орындыққа үнсіз қарап жатты. Заттардың бәрі оның көз алдында жүзіп жүргендей еді. Өз денесі де оған жат болып кеткен. Азаптан қажыған, ауырсынуға толы тәні қараусыз қалған үйдің ішін дымқыл басқандай күйге түскен. Қайдан шыққаны белгісіз бір әлсіз үн оны шынайы өмірмен жалғап тұрған жіңішке жіп секілді сезілді. Нәрестенің шарала. Бұл жай ғана дыбыс емес, оның өз тәні мен қанының үні еді. Сәбидің дүниеге келген сәттегі алғашқы үні оның босану азабының санасын шарпыған, сансыз көріністердің ішінен жадында анық сақталып қалған жалғыз нәрсе болатын. Содан кейін бәрі қараңғылыққа айналған. Санасы жоғалар алдындағы соңғы естіген сөздері үзік-үзік еді. Жағдайы өте ауыр. Үміті аз. Содан кейін қара түнек бүкіл әлемді жұтып қойған. Енді ол ес-түссіздіктің жабысқақ тұңғиығынан қайта көтерілгендей болып, әлгі дыбыстан айырылмауға тырысты. Қабырғаның ар жағынан жеткен әрбір әлсіз шырыл оның жүрегінде бір нәрсені қозғалтты, әлде бір тамыр соққандай, оны сөніп қалудан сақтап тұрғандай еді. Шарасыздық тамырларына ашу болып тарады. Саусақтары көрпенің шетін еріксіз бүріп жатты. Көмек шақырғысы келген ерні қозғалғанымен, дауысы қысылған көмейінде тұрып қалды. Ес-түс пен жартылай сананың арасында оның ойлары үріккен құстардай жан-жаққа ұшып, қауіпсіз жерді өткен күндердің естеліктерінен іздеді. Қыркүйек көрші бақтан келген піскен алманың хош иісі. Ерлан екеуінің балдай мөлдір жарыққа толы шағын пәтері. Күздің соңғы жылы күндері. Олар болашақ сәбиіне бесік таңдаған. Ерлан Айсұлудың сүйеніші, тірегі, қиындықта демеу болатын азаматы, әкелі қуанышты тағатсыздана күтіп жүрген еді. Айсұлу екеуінде алайықшы деген ол күліп, әйеліне көз қиығын тастай қараған. Ал мына қабырғаны бұзып үйді кеңейтеміз. Баламыз мұрагер болады ғой. Айсұлудың өз күлкісін, Ерланда әзілдеп иығынан итергенін еске алуы енді бала күнде оқыған ертегідей көрінді. Сол уайымсыз әлем қандай таза әрі қарапайым еді. Ол кезде ең қиын шешім екі бірдей бесіктің бірін таңдау ғана болатын. Бүкіл дүние ғажайыпты күту сезіміне толы еді. Айсұлу домалақ ішін сипап отырып, Ерланның жүрекке жылы тиетін байсалды үнін тыңдағанын есіне алды. Әкеңдей мықты азамат болып өсесің деп ол әйелінің керілген ішін ернімен сүйіп сыбырлайтын. Қазір сол көріністер бөтен біреудің өмірінен алынған кадрлар секілді. Айсұлу ауруханаға тән өткір иіске толы ауаны әрең жұтты. Аяғын қозғауға жасаған әрекеті оны қатал шындыққа қайта оралтқан өткір ауырсынуға ұласты. Тағы да әлгі жанды жаралайтын жылау естілді.
Уақыттың үздіксіз ағымындай тоқтаусыз еді. Темірдің сықырлаған үні оның ойын бөлді. Есік сәл ашылып, палатаға орта жастағы медбике кірді. Әйелдің жүзінен кәсіби шаршаудың табы байқалатын. Ол Айсұлуға бөлмедегі кезекті затқа қарағандай немқұрайды көз тастады. Есікті жауып бара жатып, Айсұлу әлсіз дауыспен «Менің балам» деді. Оның үні өліп бара жатқан көбелектің тынысындай ғана еді. Ол қалай? Медбике тоқтап қалды. Оның жүзінен жанашырлықта, қызығушылықта байқалмады. Оған қиын, деді ол қысқа ғана. Айсұлудың көзіне қараудан әдейі қашқақтады. Мамандар қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Есіктің жабылғандағы жаңғырығы ауыр тыныштыққа сіңіп кетті. Айсұлу медбикенің сөзінде жалғандық барын ішкі түйсігімен сезді. Дауылдың жақындағанын ауа қысымының елеусіз өзгерісінен сезгендей еді. Оның жадында дәрігердің сөздері қайта-қайта жаңғырып тұрды. Бүйрегі істен шықты. Біз оның өмірі үшін күресіп жатырмыз. Ал баланың шыдайтыны шыдамайтыны белгісіз. Белгісіз, деп Айсұлу іштей қайта-қайта қайталады. Белгісіздікке үміттің соңғы жібіндей жармасты. Қабырға ар жағындағы сәбидің шырылы күшейіп, аурухананың тыныштығын қағайырды. Бірнеше қадам жерде оның тәні мен қаны өліммен тең емес айқасқа түсіп жатты. Ол шындықты білгісі келді ме? Дәрігерлер кішкентай ғана тіршілік иесінің өмірі үшін шынымен күресіп жатыр ма, әлде құжатқа үмітсіз деген сөзді жазып қойған ба? Терезенің ар жағындағы боранда ұшқан қардай ойлары басында ретсіз айналды. Шатасқан, үмітсіз. Егер мен кетсем, оған өмір сүруге күш беретін кім болады? Оны кім күресуге үйретеді? Ес-түссіз күйде Айсұлу баласын кеудесіне қысып ұстап тұрғанын, кішкентай саусақтарының оның саусағына жармасқанын елестетті. Бұл тұңғиықтың шетіндегі бір түрлі жұбаныш еді. Ол орнынан тұрып баласын табуы керек болатын, бірақ денесі оған бағынбады. Тұруға жасаған әрбір әрекеті оны қайтадан ессіздіктің жабысқа қараңғылығына құлатты. Босандыру бөлімінің басқа қанатында Кәмшат аурухана көрпесіне оранып отырды. Көрпе арыяттай түрпіде еді. Оның қызы мөлдір бесікте бейғам ұйықтап жатқан. Бөлме таңғы жарыққа толып, күн сәулесі крахмалданған перделердің арасынан сығалап кіретін. Күннің шуағы кереуеттердің темір арқалығында ойнап, алтын түсті сәуле шашатын. Көрші төсекте тағы бір әйел қабырғаға қарап ұйықтап жатты, әлемнен әдейі бөлініп қалғандай. Бұл тыныш көріністі жалғыз ғана дыбыс бұзатын. Ол қабырғадан да, есіктен де, аурухана тіршілігінің үйреншікті қарбаласынан да өтіп, сағат өткен сайын әлсірей түсті. Ауруханада болған 2 күннің ішінде Кәмшат бұл дыбысқа сағаттың тықылына үйренгендей үйреніп қалған еді. Бірақ бүгін бәрі өзгерген. Бұл жылауда бұрынғы күш жоқ. Тек сөніп бара жатқан соңғы үміт қана қалғандай. Кәмшат тәпішкесін киіп, есікке барып дәлізге көз салды. Бос алыстан ақ халаттың сұлбасы ғана көрінді. Медбике ампулалар мен шприцтер толтырылған арбаны итеріп асығыс өтіп бара жатты. Ал бұрыштың ар жағындағы шала туған нәрестелер оқшауланатын бөлмеден әлгі үн әлі де естіліп тұрды. Ешкім естігісі келмеген тіршілік иесінің жан айқайы. Палатаға қайтып келген Кәмшат өзін сабырға шақырмақ болды. Бұл менің шаруам емес. Дәрігерлер жақсы біледі. Олардың тәртібі, ережесі, кәсіби міндеті бар. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол қайтадан орнынан тұрды. Ішінде қарсылық күшейіп келе жатты. Бұл жай ғана сезім емес, әрекет етуге деген тәндік қажеттілікке айналды. Денесінің әр жасушасы айналадағы немқұрайлылыққа қарсы көтерілгендей болды. Неге ешкім баланың қиналып жатқанын байқамайды? Олардың мамандығының мәні осы емес пе? Ауырсынуды жеңілдету, өмір үшін күресу емес пе? Кәмшат бұл жылаудан жай ғана мазасыздықты немесе аштықты естіген жоқ. Бұл тыныс алуға, күн сәулесін көруге, анасының құшағының жылуын сезінуге құқығы үшін арпалысып жатқан тіршілік иесінің жанайқайы еді. Бұл үн құлақтан өтіп қана қоймай, адамның өзегіне, жүрегінің түбіне жететін. Ең маңызды сөздер ең қарапайым түрде айтылуы керек. Өйткені ақырында адамдар дәл сондай сөздерді естиді деген Күләш Жұмабаеваның сөзі ойына оралды. Кәмшат қабылдаған шешімінің ішкі өзегіне айналғанын сезді. Ол арқасын тіктеп, қолына күш жинағандай болды.
Кейде адам менен басқа ешкім жоқ, соңғы шешім қабылдайтында менмін деп түсінген сәтте дәл осылай өзгереді. Кәмшат аурухана дәлізіне дыбыссыз шықты. Оның жұмсақ әрі абай қадамдары тап-таза еденде естілер-естілмес сыбдыр қалдырды. Қабырғалар кешкі жарықта балқығандай көрінді. Мен саған келе жатырмын деп ол ішінен әлгі жылауға сыбырлады. Шыда. Оқшаулау бөлмесінің есігінің алдында ол мұздай суға секірер алдындағы адамдай сілейіп тұрып қалды. Бір демалды. Екінші рет демалды. Сөйтіп есікті итерді. Іште көргені оның санасына іштен ұрған соққыдай әсер етті. Тап-таза аурухана төсегінде өмірдің өзінен де бастапқыдай күйзеліс құшағында жатқан кішкентай сәби бар еді. Оның терісі қабынған, қызарып кеткен. Тері астындағы жіңішке тамырлары анық көрінетін. Ауыр сынудан бүрісіп қалған кішкентай жүзі жасқа малынған, көз жасы құлағының түбіне қарай сырғып жатты. Бес-бестен саусақтары бар екі кішкентай қолы әлдебір нәрсеге, әлдебір адамға жармасқысы келгендей үстіндегі бос кеңістікті тынымсыз қармады. Бұл алып әрі мейірімсіз дүниеде бір нәрсені ұстап қалуға тырысқандай еді. Я, жаратқан ием, рахмыңнан айырма деген сөз Кәмшаттың жан дүниесінің тереңінен еріксіз шықты. Арт жағындағы ауа қозғалды. Ережелер мен тәртіпке байланып қалған жүйенің бейнесіндей медбике қабырғаның арасынан пайда болғандай көрінді. Ол қолын кеудесіне айқастырды. Мұнда сіздің болуға қақыңыз жоқ, деді ол суық үнмен. Бұл оқшауланған балаларға арналған бөлме. Осы кішкентай кеңістікте екі әлем бетпе-бет келгендей болды. Кәмшат жалғыздықтан әлсіреп жатқан бала мен кәсіби қажудан шаршаған әйелдің арасында көзін кезек жүгіртті. Оған не болды? Кәмшаттың дауысы керілген ішектей дірілдеді. Анасы қайда? Анасының жағдайы өте ауыр әрі тұрақсыз. Медбикенің даусында ауа райын хабарлағандай ешқандай сезім жоқ еді. Бала шала туған. Бақылауда ұстап отырмыз. Бақылауда. Кәмшат бұл сөзді ашы дәрідей қабылдады. Оның даусында әр ананың бойында жасырын жатқан, қауіп төнген сәтте бірден көрінетін қайсарлық пайда болды. Сіздер оны тамақтандырасыздар ма? Құшағыңызға аласыздар ма? Әлде өмірінің сөніп бара жатқанын сырттай ғана бақылап отырсыздар ма? Медбике тісін қыса демалды. Иығы сәл ғана түсіп кетті. Бұл оның кәсіби сауытында пайда болған алғашқы сызат еді. Бір сәттік үнсіздік шешілмеген ар-ождан мәселелерінің тұтас әлемін сыйдырып тұрғандай болды. Өмір сүруге үміті жоқ. Тағдырдың ауырлығын арқалаған осы үш сөз Кәмшаттың қабырғасына тигендей болып, оның денесін шайқалтып жіберді. Ол бесікке көз салды. Өмір жолын енді ғана бастаған кішкентай тіршілік иесіне әлдеқашан үмітсіз деген таңба басылып қойған. Нан бөлкесіндей ғана салмағы бар денесі үнсіз жалынышпен бұралып жатты. Аузы ашылып жылағанымен енді дыбыс шықпайтын соңғы күші де таусылып бара жатқан. Бұл сіздің шешетін мәселеңіз емес, деді медбике. Кәмшаттың сөздері тынық суға түскен тас секілді ауыр естілді. Мұндай үкім шығаруға сіздің қақыңыз жоқ. Медбикенің аяқ дыбысы дәліздің бос кеңістігіне сіңіп кеткенде Кәмшат сәбиімен жалғыз қалды. Ол бесіктің үстінде үнсіз тұрып дем алуға да батылы жетпеді. Содан кейін жердің өзінен де көне ана инстинктіне ергендей қолын созып кішкентай басындағы мамық шашқа саусақтарының ұшын абайлап тигізді. Сен тірі қаласың, кішкентай күрескер, деп сыбырлады ол. Оның үні серт берген адамдай нық еді. Мен саған уәде беремін. Өз палатасына қайтқан соң Кәмшат ой теңізіне батты. Оның қызы бейқам ұйықтап жатқан. Бетіндегі алқызыл рең денінің сау екенін аңғартатын. Екі сәбидің арасындағы айырмашылық тамағына өксік тығылғандай әсер етті. Бір ана баласынан бірнеше қадам жерде айырылып бара жатыр, ал мен қарап тұра алмаймын. Бұған құқым жоқ. Ойлары қайнаған судағы бөлшектердей бір-бірімен соқтығысты. Ол өз омырауына қарады. Сүті жеткілікті еді. Табиғат оған молынан берген. Қызы оның сүтінің жартысына да жетпейтін бөлігін ғана емеді, қалғанын раковинаға сауып тастауға тура келетін. Өмірді кәрізге төгіп жатқандай көрінді. Бұл ой оған бір сәтте ауыр әрі арсыз нәрседей сезілді. Түн аурухананы қымтап алған кезде Кәмшат тынысын ішіне тартып тағы да дәлізге шықты. Қолында сауып алған сүті құйылған таза бөтелке бар еді.
Ол үміттей жылы болатын. Бөлменің қара көлеңкесінде бесікке жақындады. Бала қимылсыз жатты. Құлағалы тұрған кішкентай жұлдыз секілді. Кәмшат емізікті оның еріне жақындатқанда сәби дір ете қалды. Өте әлсіз, әрең байқалатын қозғалыс. Бір сәт бойы еш қимыл болмады. Кенеттен өмір сүруге деген табиғи ұмтылыс бойын биледі. Кішкентай ауыз резеңке емізікті бар күшін салып қармады. Оның аштықтан қалай жанталасып ішкенін көргенде Кәмшаттың жүрегі дір етіп, іші ыстық әрі ауыр сезімге толды. Оның аштығы табиғи әрі шектен шыққандай еді. Ол бұл дүниеде істеуі тиіс соңғы іс осы ғана қалғандай ішті. Асығып, жұтынып, шашалып қалса да емізікті жібермеді. Асықпа, кішкентайым деп сыбырлады Кәмшат. Асықпай, іш, жарығым. Мен ешқайда кетпеймін. Оның саусақтары сәбиінің жібектей жұқа қолын сипады. Тері соншалықты нәзік еді, қол тигеннен ақ үзіліп кететіндей көрінді. Терісінің астында өмір соғып тұрды. Әрбір секундқа жармасқан қасарысқан өмір. Сен өзің ойлағаннан да күштірексің. Енді бәрін жеңесің. Оның үні төгілмей қалған жастан дірілдеді. Палатаға қайтып келген Кәмшат сүйегіне дейін дірілдеп кеткенін сезді. Қолдары жер сілкінісінен өткен адамдай қалтырады. Ішінде лавадай ашу мен жусанның ашылығындай шарасыздық қайнады. Бірақ сол дауылдың арасынан түсініктің әлсіз сәулесі көрінді. Ол сол сәтте қолынан келгеннің бәрін жасады. Таң ауруханаға байқатпай келді. Дәліздегі аяқ дыбыстары, шыны ампулалардың сыңғыры, медициналық құралдардың гуілі қайта естілді. Өмір тап-таза дәліздерге қайта оралғандай болғанымен, шала туған сәбилер оқшауланатын бөлмеде уақыт немқұрайлылықтың қалың қабатына қатып қалғандай еді. Неон жарығы кішкентай бесіктерді аяусыз жарықтандырды. Олар дүниеге белгіленген уақыттан бұрын келген сәбилердің шыны бесіктері еді. Солардың арасында беті қабынған, тоқтаусыз жылаудан ісініп кеткен бір ұл бала жатты. Оның дауысы өзгергендей болатын. Бала өзінің қарсылығының пайдасы екенін түсінгендей, бірақ соңғы күшіне дейін жылай берді. Бөлмеге көз жүгіртіп кірген медбике ернін ғана қисайтты. Бұл дыбыс оны алаңдатқаннан гөрі көбірек ашуландыратын. Бәлкім, ол медицинаның мүмкіндігінің шекарасын немесе өзінің дәрменсіздігін есіне салғандықтан шығар. Кәмшат дәлізде мұздай қабырғаға сүйеніп тұрды. Осы күндері ол екі әлемнің арасында тұрғандай еді. Бір әлемде оның қызы махаббат пен қамқорлыққа оранып бейқам ұйықтап жатты. Екінші әлемде бөтен бір сәби әрбір тынысы үшін арпалысып жатты. Оның әрбір шырылы Кәмшаттың жүрегіне қармақтың ілмегіндей қадалды. Оны жұлып алу мүмкін емес еді, өйткені орнында жара қалатын. Енді өзін алдаудың да реті жоқ еді. Ол бұл күрес өзінің күрес емес деп сендіре алмайтын болды. Кәмшат иығын тіктеп дәрігерлер отыратын бөлмеге қарай бет алды. Неге балаға тамырға дәрі жіберетін жүйе қосылмаған? Оның сұрағы ешқандай кіріспесіз бірден қойылды. Атылған оқтай тура еді. Сіздер сырттай ғана бақылап отыра алмайсыздар. Кофе мен антисептиктің иісі сіңген бөлмеде 3 адам отырды. Шаршау табы басылған жас дәрігер, аға медбике және көзілдірік таққан, құжаттарға үңілген әйел. Үшеуі де мазасы қашқан еліктей бастарын көтерді. Бұл не масқара? Медбикенің даусында желтоқсан түнінің ызғары бар еді. Масқара. Кәмшат бұл сөзді қайталағанда, оның дауысы бөлмедегі ауада дірілдеп тұрды. Оның үнінде ашу ғана емес, қайғы, шарасыздық және шешімде сезілді. Ана жерде кішкентай, қорғансыз адам өлім аузында жатыр, ал сіздер оның жанайқайын еденнің сықырындай ғана көріп, жанынан өтіп кетіп барасыздар. Белгіленген тәртіптер бар, деді дәрігер. Сөздері өзгелердің жауапкершілігін ұзақ уақыт арқалап келген адамның ауыр тынысындай шықты. Көзінің астындағы қара шеңберлер ұйқысыз түндерді кез келген сөзден анық көрсетіп тұрды. Кәмшат бүкіл денесімен, бүкіл жанымен алға ұмтылды. Тәртіп дейсіз бе? Ол бұл сөзді үкім шығарғандай айтты. Егер бұл сіздің балаңыздың жанайқайы болса ше? Егер жалғыздықта сөніп бара жатқан өз қаныңыз болса, сонда да баптар мен тармақтардың артына тығылар ма едіңіз? Оның сөздерінен кейін орнаған тыныштық қалың қардай ауыр еді. Бөлмедегі ауа қоюланып, тыныс алу қиындағандай болды. Аға медбике қаламын ақырын қойды. Көзінің тереңінде бір нәрсе қозғалды.
Кәсіби қажудың қабатының астында жасырынған адамгершілік оянғандай еді. Ол өте әлсіз, деді медбике. Оның даусынан ресмилік жоғала бастады. Оның ағзасы соншалықты нәзік, тіпті емнің өзін көтере алмауы мүмкін. Ал мұны нақты білесіздер ме? Кәмшат алға бір қадам басып, өзімен кішкентай адамның тағдырын қолында ұстап отырған адамдардың арасындағы қашықтықты қысқартты. Кімнің өмір сүретінін, кімнің өмір сүрмейтінін алдын ала айту сіздердің қолдарыңыздан келе ме? Неге жеңілістің болатынына сонша сенімсіздер? Ол демін реттеп алды. Денесінің әрбір жасушасы дірілдеп тұрғанын сезді. Медицинаға адамдар күресу үшін келмей ме? Мүмкіндік өте аз болса да өмір жағында болу үшін келмей ме? Оның сөздері тынық көлге лақтырылған тас секілді бөлменің ішіне толқын болып тарады. Оның әрбір сөзі отырғандардың жеке жан дүниесіне тиіп өтті. Жас дәрігер бұл мамандыққа келгендердің бойында болатын алғашқы идеализмін әлі толық жоғалтпағандай мұрнының үстін жүйкелене сипады. Бұл адам өзін сырттай көріп қалған, бірақ көрген бейнесінің кім екенін бірден тани алмаған сәттегі қимыл еді. Жақсы, деді ол ақырын дем шығарып. Бұл сөз олардың арасында уәде секілді ілініп қалды. Мен бас дәрігермен қазір сөйлесемін. Кәмшат үшін уақыт созылып кеткендей болды. Ол аурухана дәлізін ары-бері жүріп, әр дыбысты тыңдады. Жүрегі қабырғасына соншалықты қатты соғатын, оның дүрсілі бүкіл ауруханаға естілетіндей көрінді. Ана жерде бір адамның тағдыры шешіліп жатты. Ана жерде тұтас бір әлемнің бар болуы немесе болмауы шешіліп жатты. Емшара бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, ол еріксіз баяулады. Көп қол тигеннен күңгірттенген шыны есіктің ар жағынан оның жүрегін тоқтататындай көріністі байқады. Бірнеше дәрігер кішкентай денеге үңіліп отыр екен. Баланың денесі соншалықты кішкентай еді, ойыншықтай көрінді. Терісі көгілдір реңкті, өте жұқа, ал ісінген жүзімен айқын қарама-қайшылықта еді. Әлгі жас дәрігер инені шаштан да жіңішке тамырға кішкентай қолдың үстінен аса дәлдікпен бағыттап жатты. Қысымы түсіп барады деген бәсең дауыс шынның ар жағынан жетті. Екінші дәрі тамызатын жүйені қосыңдар, деді басқа бір дауыс. Оның үнінде Кәмшат бұрын естігісі келген табандылық бар еді. Оның қолдары еріксіз жұдырық болып түйілді. Денесіндегі әр бұлшық ет ширықты. Өзін көзге көрінбейтін қуат көзіне жалғап қойғандай сезінді. Оның ішінде жеңілдік пен қорқыныш қатар арпалысты. Бәлкім мен араласып қателескен шығармын. Мүмкін оның азабын ғана ұзартып жатқан шығармын. Егер дәрігерлер дұрыс айтса, оның ағзасы емге шыдамаса ше. Бұл ойлар оның сенімін шайқалтуға тырысқан толқындардай қайта-қайта соқты. Бірақ күмән мен қорқыныштың терең астында алмас секілді берік сенім соғып тұрды. Бұл балаға мүмкіндікке, әрекет жасап көруге, өмір сүруге толық хақ берілген. Ауырсыну Айсұлудың санасына қайта жол салды. Кеудесінің тереңінде солқылдаған ауырсыну бар еді. Қабағы жабысып қалғандай. Кірпігін көтерудің өзі үлкен күш талап етті. Бөлмедегі жарық өте өткір еді, айналаның бәрі тұман ішінде қалқып жүргендей көрінді. Әңгімелердің үзік-үзік дыбыстары құлағына жеткенімен, мағынасы жоғалып, сөздердің сыртқы дыбысы ғана қалатын. Сол тұманды жарып өткен анық бір дыбыс бар еді. Әлсіз, үзіліп-үзіліп шығатын сәби шырылы. Ол бұл дауысты таныды. Оны тәнінің әр жасушасымен сезді. Оның баласы. Айсұлу баяу ғана, су астында қозғалған адамдай басын бұрып, бір сұлбаны көрді. Ерлан әдетте нық әрі тік жүретін кең иықтары қазір қарт адамның иығындай бүкірейіп кеткен. Ол басын қолына қойып отырды. Соңғы күндердің ауырлығы оны жерге басып тұрғандай еді. Айсұлудың қозғалғанын сезгенде ол басын күрт көтерді. Осы уақыт бойы ұйқы мен ояудың арасында отырып шыққаны байқалды. Әйелінің есін жиғанын көргенде оның жанары үлкейіп кетті. Ол Айсұлудың қолынан ұстап, саусақтарын суға батып бара жатқан адамның соңғы үмітке жармасқанындай қысты. Айсұлу, сен ояндың. Дауысы сыбырдан қатты емес еді. Енді сен бізбен біргесің, ана. Бір ғана сөз айтуға Айсұлудың шамасы жетті. Ерлан жұтынып сөз іздеді. Ол тірі. Жағдайы оңай емес, бірақ күресіп жатыр. Сен сияқты.
Айсұлу келесі сұрағын қоюға күш жинамақ болды, бірақ денесі бағынбады. Сөздері жүрегі мен ернінің арасында тұрып қалғандай. Ол көзін жұмды. Күйеуінің жүзін көргісі келмеді. Оның қорқынышын жасырып тұрған азапты кейіпке қарауға шамасы жетпеді. Кенет есіктің сықыры тыныштықты қақ жарды. Айсұлу қабағын әрең көтеріп, палатаға кіріп келе жатқан Медбикені көрді. Әйелдің қолында өте кішкентай оралған нәресте бар еді. Алғашқы бірнеше секундта Айсұлу оның не екенін түсінбеді. Содан кейін шындық 9-шы толқын секілді үстіне құлады. Міне, сіздің балаңыз. Айсұлу Серік қызы. Медбикенің дауысы Айсұлу күткеннен жұмсақ шықты. Сіздің қатты әлсірегеніңізді білемін. Бірақ оған қазір сіз керек. Айсұлу бар күшін жинап басын көтерді. Сол сәтте жүрегінде бір нәрсе өзгерді. Жүрегі бір сәт тоқтап, кейін бұрынғыдан да қатты соққандай болды. Баланың жүзі сіңген, қызарып кеткен, әлсіздігі анық көрініп тұрды. Бірақ басын жан жаққа бұрып, әлде бір нәрсені іздегендей болды. Ол анасын іздеді. Санасы қараңғылықта адасып жүрген кездің өзінде анасының осында екенін сезгендей еді. Ол сізді қалайды, деді Медбике кереуетке абайлап жақындай түсіп. Көрейік. Айсұлудың қолдары күзгі желде тербелген жапырақтай дірілдеді. Ол баласын қолына алған кезде сәби сондай жеңіл еді, Айсұлу оны ауаға сіңіп жоғалып кететіндей қорықты. Бала басын одан сайын бұра бастады. Медбике оған анасын табуға күтпеген жұмсақтықпен көмектесті. Еріндері анасының емізуіне жеткен сәт ерекше бір сыр ашылғандай әсер қалдырды. Кеудесін тіліп өткен ауырсыну терең әрі шексіз жеңілдікпен араласып кетті. Бала қатты аш еді. Кішкентай қолдары анасының аурухана көйлегін соңғы үміттен айырылып қалудан қорыққан адамдай қатты қармады. Жарайды, жаным, деп сыбырлады Айсұлу, көз жасын байқамай, оның бетімен сырғып, баланың кішкентай төбесіне тамып жатқанын да сезбеді. Енді сен жалғыз емессің. Сен бәрін жеңесің. Ерлан бір қадам шегініп терезеге бұрылды. Бірақ оның иығы бәрін айтып тұрды. Ұзақ уақыт бойы бойына жинаған қорқыныш пен қайғы ер адамның үнсіз жылауына айналды. Ол өмір сүреді, деді Айсұлу өзіне де күтпеген сеніммен. Баласын кеудесіне қыса түсті. Бүкіл дүниенің күші жиналса да, оның құшағын ажырата алмайтындай еді. Ол мықты. Бұл көріністі бақылап тұрған Медбике осы қабырғаларда сирек кезетін жымиысын жасыра алмады. Ол нағыз күрескер, деді ол. Даусында шынайы сүйсіну бар еді. Керемет кішкентай батыр. Қараңғылық пен суық кейде күтпеген жерден жететін, бұл дүниеде біреудің жақсылығы қараңғыда жанған шырақ секілді. Оның жарығы өзіміз ойлағаннан да алысқа тарайды. Ауруханадан шығатын таң Кәмшатты терезе алдында қарсы алды. Ол маңдайын салқын әйнекке тигізіп, желтоқсанның бозғылт күннің қармен арпалысып тұрғанын бақылап тұрды. Төменде адамдар түрлі түсті қалың күртеше киіп, күнделікті тіршілігіне асығып бара жатқан кішкентай бейнелер секілді көрінді. Қызық, деп ойлады ол. Өз әлемің шайқалып қайта құрылып жатқанда да өмір бәрібір өз ағысымен жалғаса береді екен. Қабырғадағы сағат оның ауруханада өткізетін соңғы минуттарын санап тұрды. Осы қабырғалардың арасында оның өміріндегі ең маңызды екі оқиға болды: қызының дүниеге келуі және бөтен баланың өмірін сақтап қалуы. Қайсысы оны көбірек өзгерткенін ол білмеді. Бәлкім осы екеуінің ажырамастығында ана болудың мәні жатқан шығар. Әрбір баланы өз баласындай қорғауға итермелейтін жаратқанның адамға берген көне түйсігі. Қызы тасымалданатын бесікте ұйықтап жатты, үйге шығаруға дайын еді. Оның қызғылт ұрты түсінде бейқам дірілдейді. Кішкентай кірпіктері дірілдеп, өзі әлі танымайтын дүниені түсінде көріп жатқандай. Кәмшат еңкейіп, оның барқыттай жұмсақ терісінен ақырын сүйді. Құжаттарға қол қойылған, заттары жиналған. Оны мұнда ұстап қалатын ештеңе жоқ еді. Бірақ ол бәрібір асықпады. Артында аяқталмаған бір нәрсе қалып бара жатқандай сезінді. Өзінен кейін өте нәзік, бірақ маңызды бір жіпті үзіп кететіндей еді. Ол қызын бесігімен бірге аялап көтеріп дәлізге шықты. Қасірет пен үміт қатар сіңген осы қабырғалардың арасында оның жанының бір бөлігі қалып қойғандай болды. Ол сол бөлігін өз еркімен бөтен балаға берген еді. Ауруханадан шығар кезде артынан өкшенің асығыс тықылы естілді. Кәмшат бұрылып қараса, әлгі Медбике екен.
Алғашында жүйенің бір бөлігі болып көрінген, кейін немқұрайлылыққа қарсы тұруға өзінен күш тапқан әйел. Күте тұрыңыз. Медбике кәмшатқа жетіп келіп сәл ентігіп тұрды. Оның жанары бұрынғыдан мүлде өзгеше еді. Жанды, жылы, адамгершілікке толы. Сізге бір нәрсе айтқым келіп еді. Ол бір сәт кідірді. Айтпақ болған сөздері өзінің күнделікті кәсіби сөздік қорына жатпайтын сияқты еді. Ол өмір сүреді деді ақыры. Қолын кәмшаттың иығына қойды. Бұл қарапайым ғана, бірақ өте маңызды сөз. Оның аман қалуына сіз себеп болдыңыз. Кәмшаттың тамағына әлдене тығылып, сөз шығуына кедергі болды. Ол тек басын изеді. Шын жылы сезім кернеді. Бұл мақтаныш емес еді. Керісінше, жан тыныштығы болатын. Кейде адам ақылдың емес, ар-ұяттың үнін тыңдап қабылдаған бір ғана шешім бүкіл бір өмірді өзгерте алатынын түсінуі. Кейде жылаған дауысты естудің өзі жеткілікті деген ой оның басынан өтті. Ол аурухананың табалдырығынан аттап қыстың жарқын жарығына шықты. Енді жүрегі жеңіледі. Жарық қалың перденің арасындағы саңылаудан өтіп аурухана қабырғасына алтын түсті жолақ түсірді. Айсұлу көзін ашқанда алғаш көргені жарық пен көлеңкенің ойыны болды. Бір қызығы, палата енді сұр бетон мен темірден жасалған тор секілді көрінбеді. Енді бұл жерде оның ұлының тынысы бар еді. Ол қасында қол созым жерде тұрған ауруханадағы арнайы күтім кереуетінде жатты. Тынысы баяу әрі бір қалыпты. Айсұлу бұл дыбысты ешқашан тыңдаудан жалықпайтынын сезді. Оның кішкентай саусақтары түсінде дірілдеп жатты. Әлі де түсіндегі көзге көрінбейтін жаулармен күресіп жатқандай. Бәлкім солай да шығар. Бәлкім ол қазірде түсінің қауіпсіз әлемінде жатқанның өзінде дүниеге келген алғашқы секундтарынан бастап жүргізіп келе жатқан күресін жалғастырып жатқан шығар. Айсұлу қолын созды. Аурудан әлсірегенімен күн сайын күш жинап келе жатқан саусақтары оның мамық басын аялап сипады. Сол сәтте Айсұлудың ерні өзінен өзі жымиып кетті. Бұл бірнеше күн бойы алғаш рет еді. Менің кішкентайым, менің күрескерім. Есіктің сықыры оның ойын бөлді. Бұрыннан таныс медбике, шаршаңқы болғанымен сабырлы көздері бар әйел, қолында шприцтер мен ампулалар салынған табақпен кірді. Қайырлы таң деді ол күнделікті әдеттегі үнмен. Бірақ оның көзі алдымен балаға, содан кейін Айсұлуға тоқтады. Жанарынан құрмет пен таңданыс араласқан сезім байқалды. Екеуінде тірі көремін деп күтпегендей еді. Ол қалай деген сұрақ Айсұлудың аузынан еріксіз шықты. Өзі жауапты көзбен көріп тұрса да, ана жүрегі бәрібір сұрағысы келді. Ұлы күн сайын ширап келе жатқан. Әр дем алған сайын күшейіп, әр жүрек соққан сайын өмірін жоғалтып ала жаздаған шектен алыстай түскен. Жағдайы тұрақты деді медбике қысқа ғана. Ол шприцке мөлдір сұйықтық толтырып жатты. Қимылынан жылдар бойы қалыптасқан машық байқалатын. Соңғы күндері қайта жиналған бар күшін жинап Айсұлу төсегінде көтерілді. Денесі әлі де әлсіз әрі бағынбайтын еді, бірақ жаны қанат жайып келе жатты. Осы уақыт бойы көкейінде жүрген сұрағы енді ауызға шықты. Айтыңызшы, баламның өмірін сақтап қалған дәрігердің аты кім? Мен оған өзім барып алғыс айтқым келеді. Медбике тыйым салынған нәрсенің үстінен ұсталған адамдай қозғалыссыз қалды. Жүзінен күмән жылт етті. Содан кейін бір шешімге келгендей Айсұлуға жақындай түсіп өте баяу сөйледі. Ол дәрігер емес. Әрбір сөзі тынық суға түскен тас секілді ауыр естілді. Мұнда жатқан қызыл шашты әйелдің арқасында. Ол кеше ауруханадан шықты. Қызыл шашты әйел. Айсұлудың жүрегі бір соғуын өткізіп алды. Жартылай ұмытылған түсінің үзігі секілді әлде бір көмескі сезім жадында қайта қозғалды. Иә, сырттан келген әйел деп жалғастырды медбике дәрісін аяқтап жатып. Сіз ес-түссіз жатқанда ол сіздің балаңызға қарады. Оны өз сүтімен тамақтандырды. Содан кейін қарқынды ем жүргізуді талап еткенде сол. Медбике бір сәт сөзін тоқтатты. Ол болмағанда қазір бұл жерде бос бесік қана тұрар еді. Бұл сөздер Айсұлудың жүрегіне ауыр соққыдай тиді. Ол бір сәт демала алмай қалды. Бүкіл дүние сырт айналғанда оған қол ұшын созған бейтаныс әйелдің жүзін елестетуге тырысты.
Жадында тек ес-түс пен ояудың арасындағы көмескі сәттен қалған жылы жымиыс қана бар еді. Оның аты кім? Айсұлудың дауысы сезімнен дірілдеді. Қазір ол қайда? Сізде оның байланыс нөмірі бар ма? Медбике басын баяу шайқады. Оның қимылынан кешірім сұрағандай күй байқалды. Ол мекен-жайында телефон нөмірінде қалдырмады. Тек аты жазылған Кәмшат Айтқұлова. Ол мен тек жүрегімнің айтқанын жасадым деген. Кәмшат. Айсұлу бұл есімді дұғадай қайталады. Оны аса қымбат аманаттай жүрегінде сақтады. Оның бойын шексіз алғыс сезімі кернеді. Бұл жай ғана өмірді құтқару емес еді. Бұл дүниеде бөтен адамның қайғысына бұрылып қарамау, ережеге, есепке немесе қарапайым немқұрайлыққа сүйеніп өте шығу оңай болғанымен, адамгершіліктің әлі де бар екенін еске салған белгі. Кейінгі күндері Айсұлу әлгі жұмбақ әйел туралы көбірек білгісі келді. Медбикелерден оның есінде қалған бір нәрсені сұрады. Ол қай қалада тұрған? Қай жерден келген? Оны табуға көмектесетін қандай да бір дерек бар ма? Медбикелердің бірі қолын екі жаққа жайды. Құжаттары мұрағатқа тапсырылып кетті. Журналда тек аты ғана бар. Ол қызына ертіп үнсіз кетіп қалған. Жүрегінің айтқанын тыңдағанын айтты. Болды. Айсұлу көзін жұмды. Естеліктер үзік-үзік келді. Палатасының есігінің сыртындағы баяу әйел дауысы, түнгі тыныштықтағы жұмсақ аяқ дыбысы, есін жиған сирек сәттерінде көзбен көргеннен гөрі жүрекпен сезген жылы жымиыс. Бұл аз еді, бірақ жеткілікті болатын. Ол бұл әйелді ешқашан ұмытпайтынын білді. Оның аты, жасаған жақсылығы, сыйлаған ең қымбат сыйы өмір. Рахмет саған деп ойлады Айсұлу, ол қазір тыныш ұйықтап жатқан ұлын кеудесіне қысып отырды. Сәби кішкентай өмірін анасының алақанына сеніп тапсырғандай еді. Сен тек оның өмірін емес, екеуміздің де өмірімізді сақтап қалдың. Айсұлу мектепте оқып жүргенде жаттаған бір шумақ есіне түсті. Қараңғылықта жарық сәуле шашады, қараңғылық оны жеңе алмайды. Ол өз құтқарушысын қайдан іздерін білмеді. Бірақ жүрегінде бір шындық мәңгіге қалды. Кейде жарық ең күтпеген жерден келетте, барлық жол қараңғылыққа апаратындай көрінгенде алдыңнан жол ашады. Бір аптадан кейін Айсұлу аурухана төсегінде жылы халатқа оранып отырды. Халатты оған Ерлан әкелген еді. Оның жүзі бозарып, қолдары дірілдейтін. Медбике қолына медициналық құжат ұстап кірді. Оның артынан палатаға орта жастағы, шаршаңқы жүзді дәрігер кірді. Ол папканы тумбаның үстіне қойып кереуеттің жанында тұрған Ерланға бұрылды. Қажетті талдаулардың бәрін жасадық деді, ол тамағын кенеп. Айсұлу серік қызының жағдайы мұқият бақылауды талап етеді. Бүйрегін емдеу үшін нефрология бөліміне ауыстыруымыз керек. Айсұлу Ерланның қолын әлсіз қысты. Ұлынан айырылып қаламын деген ой жүрегін шымырлатты. Ал балаша? Деп сұрады Ерлан дәрігердің көзіне тура қарап. Нәрестені ол бөлімге ауыстыра алмаймыз деді дәрігер. Оны жаңа туған балалар бөліміне қалдырамыз. Онда оған тиісті күтім көрсетіледі. Жоқ деді Ерлан Айсұлу бірдеңе айтып үлгерместен. Дәрігер оның мұндай қарсылығына таң қалғандай қабағын түйді. Ерлан Серікұлы, мұның сіздер үшін қиын екенін түсінемін, бірақ уақытша бөлек болу қажет. Айсұлуды емдеу үшін ауруханада ғана жасалатын жағдай керек. Ерлан үнсіз қалды. Бойын кернеген сезімдерін сабырға келтіруге тырысты. Ол баласының басын үнсіз сипап отырған Айсұлуға қарады. Әйелдің көздеріне жас толды. Тыңдаңыз, дәрігер деді Ерлан даусындағы дірілді басып. Мен оны баласынан ажыратуға жол бермеймін. Егер үйде емдеуге мүмкіндік болса, біз соны ұйымдастырамыз. Қажет болса ақылы ем қабылдаймыз. Бірақ бұл өте қиын деді дәрігер басын шайқап. Қиын дейсіз бе? Ерлан алға бір қадам басып дауысын сәл көтерді. Онда мүмкін етіңіз. Үйде ем ұйымдастыруға қажет нәрсенің бәрі бізде бар. Дәрігерлерді, медбикелерді жалдаңыздар. Бірақ ол баласымен бірге қалады. Дәрігер Ерланға ұзақ қарап, оның шешімінің қаншалықты берік екенін бағалағандай болды. Жақсы деді ол ақыры күрсініп. Бұл мәселені әріптестеріммен талқылаймыз. Егер үйде емдеуді шынымен ұйымдастыруға болатын болса, байқап көреміз.
Бірақ бұл үлкен күш пен жауапкершілікті талап ететінін ескертемін. Біз бұған шамамыз жетеді, деді Ерлан нықынмен. 3 күннен кейін Айсұлу ауруханадан шығарылды. Оған үй жағдайында ем алу белгіленді. Дәрігерлер жеке емдеу мекемесімен келісіп, медицина қызметкерлері күн сайын үйге келіп, ем шаралар жүргізетін болды. Дәрі тамызатын жүйелер, дәрі егу, тұрақты тексеру. Ерлан қайсарлық танытып, әрбір қадамды бақылауда ұстады. Әйелі мен баласының барынша жайлы болуын қадағалады. Үйге келген алғашқы күні бәрі оғаш көрінді. Аурухананың ақ қабырғаларына үйреніп қалған Айсұлу енді жұмсақ төсекте жылы көрпеге оранып жатты. Айнала тыныш. Тек қасында бейқам ұйықтап жатқан сәбидің баяу тынысы ғана естіледі. Ерлан дәрігерлер келіп, қажетті емді жүргізу үшін керек жарақтың бәрін дайындап жүрді. Тым қатты уайымдап жүрсің, деді Айсұлу ол арқасындағы жастықтарды тағы бір рет түзеп жатқанда. Айсұлу, мен тек өзіңді барынша жайлы сезінгеніңді қалаймын, деді ол жанына су құйылған бөтелкені қойып. Мен үйдемін. Сендермен біргемін. Маған керегінің бәрі осы, деді Айсұлу ұлына қарап. Үйдегі ем ауруханадағы емнен жеңіл болған жоқ. Күн сайын дәрігерлер құрал жабдығымен келіп, тамырға дәрі жіберіп, көрсеткіштерін өлшеді. Айсұлу барлық емшараға сабырмен шыдады, бірақ күш-қуаты баяу қалпына келді. Ерлан күннің алғашқы сәулесімен бірге оянатын. Дәрігерлердің келу уақытын қадағалап, дәрілерін сатып алып, балаға қажетті заттардың бәрін дайындайтын. Шаршағанына қарамастан, бір ретте шағымданбады. Сен мықтысың, Айсұлу, дейтін ол әйелін сәбиінің бесігі жанында отырған кезде. Мұның бәрі сенің арқаңда, Ерлан, деп жауап беретін Айсұлу жымиып. Көктем терезе сыртында гүлдеп кең қонақ бөлмені сәуірдің мөлдір жарығына толтырды. Арада 25 жыл бір сәттей әрі тұтас бір ғұмырдай өте шықты. Айсұлу өзінің сүйікті креслосында қолында қарапайым ағаш жақтауға салынған суретті ұстап отырды. Сурет олардың кішкентай ғажайыбы әбден ширап, томпақ ортына қараған әр адамның еріксіз жымиып қалатын кезінде түсірілген еді. Қазір оның баласы әлдеқашан ер жетіп бала болудан қалған. Көрші бөлмеден дауыстар естілді. Жылдар өтсе де жігерін жоғалтпаған Ерлан ұлы туралы бір нәрсені қызыға айтып жатты. Қатаң костюм киген ұзын бойлы жас жігіт оны тыңдап отырды. Жүзінен әкесіне деген құрметпен бірге жастыққа тән бәрін менен артық білетіндеймін деген сенімділік байқалатын. Оның жанары бала кезінен бері сақталған терең әрі мөлдір көзқарасын жоғалтпаған. Енді ол дүниедегі өз орнын тапқан адамның сабырлы сенімін білдіретін. Жастықтың даналығы әлі көңілдің суытуын білмегенімен шешім мен табандылық арқылы бекіген еді. Айсұлу суретті шетке қойып гүлдеген алма ағашының бұтақтарын тербеткен көктемгі желге қарады. Оның ұлы дәрігер болды. Енді оның қолдары басқа адамдардың өмірін сақтап жатты. Оның білімі мен білігі бір кездері өзі үшін бейтаныс әйелдің жасаған қамқорлығы қандай рөл атқарса, өзгелер үшін сондай мәнге ие болды. Сол кезде ол өліп кетуі мүмкін еді. Бұл ой Айсұлудың есіне жиі түспейтін, бірақ келген сайын жүрегін бұрынғыдай өткір тіліп өтетін. Жылдар бұл шындықтың ашылығын өшіре алмады. Ол жай ғана жоғалып кетуі мүмкін еді. Өз өмірін сүрмей, қазіргі адамға айналмай кетуі мүмкін еді. Ал мұның бәрі сол әйелдің арқасы. Арада сонша жыл өтсе де ауруханадағы әйелдің бейнесі Айсұлудың жадында қайта пайда болды. Уақыт көмескеткенімен ең маңыздысы оның жылы жымисымен аты сақталған. Кәмшат Айсұлу бұл есімді ойында рахмет айтқандай, шын жүректен ризашылық білдіргендей қайталайтын. Ол санасы дәрінің әсерінен кейін біртіндеп ашылған сирек сәттерде әлгі әйелдің палатаға кіріп шыққанын есіне алды. Санасының шетінде қалған жылы даусында ұмытпады. Ол қазір қайда? Оның өмірі қалай қалыптасты? Өлім аузынан өзі алып қалған бала кейін басқа адамдардың өмірін сақтайтын дәрігер болғанын ол біле ме? Бұл сұрақтардың жауабы Айсұлудың қолында жоқ еді. Бірақ оның орнына жылдар өткен сайын өшпей, қайта тазара түскен терең алғыс сезімі бар болатын. Ол сол ризашылық толқындарын әлемнің кеңістігіне, көзге көрінбейтін нәзік әлемге жіберіп отырғандай сезінетін. Бір күні сол алып дүниенің әлдебір түкпірінде оның алғысы өз иесіне жететініне сенетін. Осы оқиғаны соңына дейін бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.
Бұл бір ғана шешімнің, адамгершіліктің бір ғана сәтінің тұтас бір өмірді өзгертіп, көзге көрінбейтін көкжиекке дейін созылатын жақсылық тізбегін бастап жіберетіні туралы хикая. Біз әр адамның жүрегінде, кәмшаттың бойында сол сәтте тұтанған ұшқын бар деп сенеміз. Өзгелер жай ғана шу естіген жерде көмекке шақырған жанайқайын ести білу қабілеті бар. Күнделікті үйреншікті шеңберден шығып, мұқтаж адамға қол соза білу қабілеті бар. Сіздерден өз ойларыңызбен бөлісуді сұраймыз. Кәмшаттың жасаған әрекеті туралы ойлағанда қандай сезімде боласыздар? Мүмкін, сіздердің өмірлеріңізде де бір адамның немқұрайлы болмауы басқа біреудің тағдырын өзгерткен осындай оқиға болған шығар. Егер бұл хикая жүрегіңізге әсер етсе, бейнеге ұнайтынын білдіріп, арнамызға жазылыңыз. Мұнда ең қараңғы кезеңдердің өзінде адам жүрегі жарықтың қайнар көзіне айналатынын еске салатын басқа да тағдырлы әңгімелерді табасыздар. Бұл бейнені жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Бәлкім ол біреудің жүрегінде мейірім мен батылдықтың отын жағатын кішкентай ұшқынға айналар.